15 ғасырда шығыстың сияси майданы ең кескін соғылысулардың біріне сахна болды. Марв сауашы тек қана Мұхаммед Шайбани хан һәм Шах Исмаил Сафавидің арасындағы жеке қарама-қарсылық емес, ал бәлкім бүткіл регионның келешекте тағдырын белгілеп беруші уақиа еді. Бұл ұрыс өзбеклер һәм сафавилер арасында қарама-қарсылықтардың жоғары шыңына айланған. Сондай-ақ екі мемлекеттің ортасында сияси һәм діни қарама-қарсылықтарды жүзеге шығарған еді. Бұл соғылысудың тикарға себеплері Мұхаммед Шайбани хан һәм Шах Исмаил Сафавидің дипломатиялық хилелері, сондай-ақ хилекерлерше стратегиясының ақыбетлері хақында білгіңіз келе ме? Олай болса, Жайхун каналында қалың, біз қазір Айни Марв сауаш хақында пікір жүртеміз. Айтқандай, Мұхаммед Шайбани хан хақында бірінші видеоны тамашаламаған болсаңыз, оны әлбетте тамашалап көруіңізді ұсыныс етеміз. Білім дариясына сүңгуге даяр болсаңыз, біз бастаймыз. 16 ғасыр тарихында әскери сияси харекетлердің ең жоғары ноқатқа шығуы 1510 жылы Марв сауашы һәм оның ақыбетлері нәтижесінде жүзеге келді. Себебі сол уақиға ақыбетінде Шайбанилер һәм Сафавилер арасындағы бір әсірлік, қарама-қарсылық, сондай-ақ Хорасан үшін аяусыз күрес һәмде сүнни шия қарама-қарсылықтары және де күшейіп барды. Иран мемлекеті үкімдары Шах Исмаил Сафави һәм өзбек мемлекеті үкімдары Мұхаммед Шайбани хан арасындағы өзара келіспеушіліктер бүткіл бір әсір дауамында екі мемлекет ортасындағы социалдық саяси қарама-қарсылықтарды жүзеге шығарды. Осы келіспеушіліктер Мұхаммед Шайбани хан тарапынан Хорасанның иеленуінен, яғни 1507 жылдан басланған. Хорасан иеленгеннен кейін Мұхаммед Шайбани хан тарапынан арқа батыс тарапте барған сайын құдіретлі болып бара тұрған Иран Сафавилері мемлекетінің шекараларына жақындасып барған. Бұл мемлекетті де бойсұндыру қалеуі ханды ұрыс үшін бәне табу керек екенлігін көрсетер еді. Иран мемлекетінде бұл уақытта исламның шиялық мазхабы хукмран дінге айландырылған. Оның қауындері Шах Исмаил болған бір уақытта Шайбани хан өзін имам аз-заман халифат ар-рахман деп жариялады. Және бұл менен бүткіл шығыста ислам дінінің қорғаушысы ретінде шиялыққа қарсы идеологиялық күрес үшін тикар тапты. Сонымен бірге сол уақыттың өзінде, яғни 1507 жылда барлық атрап өлке үкімдарларына кім бізді күтіп алуға һәм алдымызға тәжім етуге келген болса, ол жоғары сыйлықланады. Егер келмесе, ол пішайман болады деген мазмұнда хат жазады. Сол мазмұндағы хатлардан бірі Иранға Шах Исмаил Сафавиге де жіберілген болып, бұл хақында 16 ғасыр орталарында жазылған авторы белгісіз Ауламарауи Сафави, яғни әлемге безек беруші Сафави шығармасында жүдә бақалы мағлұматлар келтіріледі. Онда айтылуына қарағанда Шайбани ханның елшісі хатты Исмаил Сафавиге тапсырған. Хатта біз Мекке һәм Мадина зияратына бару ниетіміз бар екенін хабар береміз. Өтініш, егер Иранда бұзылған жоллар һәм көпірлер болса, оларды оңлап қойың деген мазмұндағы мүрәжат бар еді. Сонда айту керек, сол дәуірде Шайбанилардың атақлы әскер басыларынан бірі Джан Вафа мырза Кермонға болған бір шабуыл уақытында Сафавилер тарапынан тұтқынға алынады. Иран үкімдары арқа шекараларда уақытынша болса да тыныштықты орнатып тұру мақсатында Джан Вафа мырзаны азат етіп, оның өз елшісі Шайхзада Лохиджони атыменен белгілі Шайх Мұхиддин Ахмед Ширази менен бірге Шайбани ханның алдына жібереді. Шах елші арқылы Шайбани ханның Иран аймағына қарсы жүріслерін тоқтатуды сұраған. Атап айтқанда хатта, егер Шайбани хан шабуылдарды тоқтатпаса, арамыздағы достық тоқтайды деп айтылған. Деректерде келтірілуіне қарағанда, Шайбани ханның жанында елші Шахтың хатын дауыс шығарып оқыған. Хан болса күлімсіреп былай деген: біз не хақында ойлаймыз, һәм Мәлик не хақында ойлайды. Мен белгілі адамлар, көрнеклі һәм Бұхара барлық адамлары менен Кааба зияратына баруымды екінші рет хабар беремен. Сізді жолларды тәртіпке келтірдіңіз деп ойладым, бірақ бәрібір соннан берлі сіз бізге туры қызмет көрсетпей атырсыз. Исмаилға
Исмайылға айт, ол бізге жазғанда талап емес, өтініш қылсын, хамде барлық көпірлерді оңлауға пәрман берсін. Біз хажға баруды ниет еттік. Профессор Акабар Замановтың атап өтуіне бола, Шайбани хан арнайы Исмаил Сафавиді Малик деп атаған, және бұл арқалы оны бипсентлік еткен. Шайбани хан Шах Исмаилға сондай мазмұнды хатты таярлау және оны Иранға жіберуді Наджуб Бахадырге тапсырады. Солай етіп Шайх Садаллахи Джонидің елшілігі бейпайда жұмақ табады. Қызығы сонда Аламарои Сафави шығармасында айтылуына қарағанда, Шах Исмаил және бір рет Шайбани ханға хат жіберіп, оның Иранға келу үшін жоллар да, қорғанлар да, әскерлер де тайын екенін білдіреді. Анқырағы оның ұрысқа тайын екенін. Мырза Мұхаммед Хайдар өзінің Тарихы Рашиди шығармасында дәслепкі сөйлесулерде Шайх Исмаилдің кескін жауап бермегенлігі, керісінше келісім орнатуға харекет еткені айтылады. Атап айтқанда, онда келтірілуіне бола, Шах Исмаил жағдайды жұмсарту, болашақ ұрысты кейінге қалдыру мақсатында Шайбани ханның алдына қымбат бақалы сыйлықтар жіберіп, өз қатында әке бала қатынасларын орнатуды ұсыныс еткен. Мұхаммед Шайбани хан хат мазмұнымен танысқаннан соң, бұның уақытша келісімге шақыратуын, Иран өзінің арқа батыс өлкелеріндегі әзели қарсыласы болған Османлылар империясымен мәлім табыслы саясатқа ерсе, әлбетте Қорасан аймағына жүріс етуін түсінген халда жауап хатында ұрыс келтіріп шығарушы төмендегі гәплерді жазады. Әрбір адам анасының емес, ал атасының өнеріменен шұғылданғаны мақұл. Себебі Ұзын Хасан, яғни 1453-1478 жылларда Иран һәм Ирактағы Аққуынлар хүкімдары қызын әкеңе берген күннен баслап, ол заман маликалары қатарынан шыққан. Біздің заманымызда бір ана тап мендей сұлтаннан болған сұлтанды тумаса еді, сен ана тараптан салтанатқа даугерлік етуің мүмкін еді. Бұнда Шайбани хан Шах Исмаилдің ана тараптан хүкімдарлар, әке тараптан болса шайхлар әулады екенін назерде тұтқан. Бұндан соң, ахиры ол атасының өнерін қылсын, қыз ананың деген нақыл бар ғой деп, Шайбани хан елші арқалы таяқ дәрвишлердің киімі, бір қабақ качкул, яғни дәрвишлер қалтасын сыйет беріп жібереді. Егер атаңның өнерін ұмытқан болсаң, бұл сыйлықтар арқалы оны есіңе салып батырман деген сөзлерді де қосымша еткен. Бұндан соң 1510 жылдың бахарында Мұхаммед Шайбани Хорасанның Гармсир һәм Заминдавар тауларында жүрген Хазар һәм Накудор қауымлерінің үстіне ләшкер тартты. Бірақ бұл жүріслер өзбеклер үшін табыс келтірмеді. Сол уақытта Шайбани хан тарапынан жіберілген елші Шах Исмаилдің қабылдауында болып, бұл хатпенен танысқаннан соң Шах мынандай жауап жібереді. Егер әрбір адамға атаның өнеріменен шұғыллану керек болғанда еді, онда хами адамларға олар Адам алейхиссаламның әулетлары болғаны үшін пайғамбар болуы керек болар еді. Егер мирас ретінде перзентке өтуі зәрур болғанда еді, онда патшалық пештодилардан кайониларға өтпеген болар еді. Патшалықты Чингис қандай жолменен қолға кіргізген, ал сен қалай қолға кіргізгенсең. Шах Исмаил Шайбани ханның сауғаларына жауап ретінде болса, оған ұршық жіберіп, және төмендегі сөздерді қосымша етеді. Енді сен менен күрес қамарыны беліме байлап, еш көп ұзамай аяғымды ұрыс сәңгісіне қояман. Егер маған қарсы шықсаң, даваларымыз ұрыс майданында шешіледі. Ал қарсы шықпасаң, онда мен жіберген ұршықты иіріп отыра бер дейді. Бұл хат келген уақытта, яғни 1510 жылдың шама менен октябрь-ноябрь айлары Шайбани хан бүткіл әскерлерін тарқатып жіберіп, Хират жанындағы Джаханара бағында жол азабы шаршауын шығарып батырған еді. Сол пайт Иран шахы Исмаил Сафави Ирак һәм Азербайжаннан Хорасан тарапке киятырғаны хабар тарқалды. Шайбани хан Иран менен ұрыс сол жылы болады деп ойламаған. Сол себеплі де Шайбани сұлтанларға өз әскерлері менен Мауреннахрдағы өз мүлкіне қайтуға рұқсат берген еді. Сонымен бірге Шайбани ханның әскери харекетлерін диққатпенен бақылап барған Шах Исмаил үшін Хорасанға Шайбани хан үстіне жүріс қылудың әйне уақыты еді. Себебі Исмаил Сафавиге Шайбани ханның баласы Мұхаммед Тимур сұлтан басшылығында Қашқарды елеу үшін Арқа Түркістанға жіберілгенлігі.
Шайбани ханның өзі болса Хорасан һәм Гарджистанның таулы аймақларында әумиетсіз жүріслерден кейін Хиратқа қайтқаны мәлім еді. Хорасандағы бұл жағдай Исмаил Сафавидің 1510 жыл октябрьде шығысқа хүжім баслау үшін әйне мүдда еді. Хорасанның батыс бөлігіндегі түрлі орынларға тарқалып кеткен өзбек гарнизонларын қуып шығарып, Исмаил Сафави Хорасанның орайлық бөлігіне қарай жол алды. Өзбек әскерлері Хиратқа Шайбани ханның алдына қарай қашты. Исмаил Сафави әскерлерінің Машхатқа жақындасуы Шайбаниді жүдә қауітерге салған. Жоғарыда айтып өткеніміздей Мұхаммед Шайбани хан Хорасан, Гарджистан һәм Гурдин тауларының аймақларына әумиетсіз һәм шаршаулы сапарынан енді ғана қайтқан, физикалық жақтан шаршаған һәм рухи тараптан езілген һәм кем санлы әскерлерінің деректердің анализіне бола 12-20 мың атрапында көп мағдардағы құдіретлі Сафавилер армиясына, яғни 60-80 мың атрапындағы әскерлерге қарсы тұра алмауы табиғи еді. Сол себепле Шайбани хан Мауреннахр һәм Хорезмге шабарманлар жіберіп, Шайбани сұлтанлардың әскерменен келуіне парман берген һәм өзінің ағайыны Хамде ләшкербасы Джон Вафо мырзаны Хиратта қалдырып, 1510 жылы ноябрь айының басында Марв қорғанына келеді. Бір қанша уақыт өткеннен соң Джон Вафо мырза да Хираттан шығып, Шайбани ханға келіп қосылған. Шайбани ханның Хираттан қашқанын біліп, Исмаил Сафави Машхаттан Марв тарапқа жүріп, Дона Мұхаммад Сұлтан Шамлу басшылығында Сараксқа өз илғарын жібереді. Шайбани хан бұннан хабар тауып, оларды күтіп алуға Джон Вафо мырзаның әскер басшылығы астында сайланған әскерлер топарын жіберген. Тоқраба таулы қасындағы кескін ұрыста Дона Мұхаммад өлтірілген, бірақ соған қарамай Сафавилер әскерлері өзбек жауынгерлерін Марвқа шекем қуып барған. 1510 жылдың ноябрінде Тикарға күшілерменен Исмаил Сафави Марвты қоршап алады. Ол өзіне сенген Шайбани хан өз әскерлерін қорғанның сыртына жайластырады деп ойламаған еді. Мағлұмат орнында қорған сыртында да бірнеше күн ұрысылар болған. Бұл жағдайда Шайбани ханның қол астындағы сұлтанлар менен қатынасы жақсы емеслігі Сафавилердің мүмкіншілігін және де асырғанлығын көрсетеді. Аламарай Сафави шығармасында келтірілуіне қарағанда Шайбани ханның қызметінде болған елбарысқан Шах Исмаил менен жасырын байланысылар алып барылған. Сондай-ақ мағлұматларға бола Марв қорғаны қамалының 21 күнінде, яғни 1510 жылдың 22 ноябрінде Хорезм патшасы Елбарысхан, анығырақ етіп айтқанда Елбарысханның елшісі Исмаил Сафавидің алдына келіп, оған хат тапсырады. Бұл хатта Елбарыс Мұхаммед Шайбани хан тарапынан оған Мұхаммед Тимур Сұлтан һәм Убайдулла хан менен біргелікте өз әскерлерін жинап келуін сұрағанын. Сонымен бірге ол Мұхаммед Тимур Сұлтан менен Амударияны кесіп өткенін, олардың барлығы балықта жиналып атырғанын һәм Джонибек Сұлтанның да 20 мың әскеріменен келіп қосыла жағын һәм барлығы жәрдемге жетіп барғанға шекем Шайбани ханды атып тасласаңыз жақсы болады деп жазған. Соған қарағанда Дешті Қыпшақ, Мауреннахр, Хорезм һәм Хорасанда Шайбани хан бірден-бір мемлекетті қайта тікілеу процесінде жылдан жылға құдіретлі болып барған. Шайбани ханның 1480 жыллардағы күреслері нәтижесінде өлімге бұйырылған алыс ағайыны Берка Сұлтанның перзентлері әләшсіздіктен өзлерінен құдіретлі болған Шайбани ханға қызмет еткен һәмде қолай фұрсат толуы менен оннан өш алу жолын ізлеген. Шах Исмаилдің Хорасанға жүрісі Елбарысхан үшін айны мүдда болған болу ықтимал. Елбарысханнан хат алған Исмаил Сафави әскери кеңес шақырып, бір хапта ішінде Шайбани сұлтанлардың Марвға жетіп келуін есапқа алған халда қарар қабылдау керектігін мәслихатлескен. Исмаил Сафави өзбек ханының үмітсіздігінен пайдалануға харекет еткен. Сол себепле ол хилекерлік пенен Шайбани ханды қорғаннан шығару жолын ізлеген. Деректерде жазылуынша Исмаил Сафави інісі Ибрахим мырзаның атынан төмендегіше хат жаздырады. Сұлтан Салим ибн Сұлтан Баязид басшылығында румлылар 120 мың әскерменен Табризға шекем келді. Һәм біз Ардабил қаласына қарай жол алдық. Исмаил Сафавидің бұйрығыменен Иран әскери командирлері өздерінің әскерлеріне бұл надұрыс мағлұматты тарқатқан һәм Сафавилер әскерлері барлық шатырларын жинап түйелеріне жүклей баслаған. Исмаил Сафави Шайбани ханның жасырын тыңшылары бұл хақында хабардар болуын білген. Һәм 1510 жылдың 1 декабрінде күтпегенде әскерлеріне шегіну турысында
бұйрық берген. Шегінуден алдын ол Мұхаммед Шайбани ханға төмендегі мазмұнда хат жазады. Сіз Ирак һәм Азербайжанда ұшырасамыз деп уәде берген едіңіз, бірақ сөзіңізді орынламадыңыз. Біз уәдемізге әмел етіп Хорасанға бардық. Машхатта имам Али ибн Муса ар-Ризаның қабірін зиярат етуді айтқан едік, бірақ сіз біздің ұшырасуымызға келмедіңіз. Қазіргі уақытта Азербайжанда айрым мәселелер туылды һәм біз және қайтып келеміз. Сол себеплі біз кетпектеміз, бірақ қалегеніңізде сізбенен күресуге тайынбыз. Сонда айту керек, Шах Исмаил Усухилені оғада шеберлікпенен қолданған. Егер бұл іләш іс бермей қалса, яғни Шайбани хан қорғаннан шықпайтұғын болса, хақиқаттан да бұл ұрыс бәхірге қалуы тайын еді. Сол себеплі Тикарға әскери құрылтайда Шах Исмаил тарапынан армияның Азербайжанға қайтуы айтылып, бірден-бір қарар қабыл етілген болса, кем санлы өзінің ең сенген саркардаларымен жасырын құрылтайда Марфтан шамаменен 20-25 километр шегініп, әскерлерді ұрысқа таяр етіп тұру хақында келісіп алынған. Сафавилер әскерлері Марф қорғанынан шамаменен 20 километр жайласқан Махмуди ауылына келіп тоқтағанда да Иран саркардаларының көпшілігі не мақсетте тоқтағанын білмеген еді. Бұннан көзленген тек арғы мақсат әскери хиле сырының жарияланып кетпеуі еді. Онда шығыста ең құдіретлі хүкімдар болған һәм өзін бұндай атаққа лайық деп білген Мұхаммед Шайбани ханның бұндай халда қалуы, қорғанда жасырынып отыруы оның ар-намысына тиюі табиғи еді. Ол да қолай фұрсат болуменен Иран әскерлеріне hüjum қылуды мақсат еткен еді. Шайбани хан өз әскерлеріне Иран ләшкерін бақылап баруды бұйырды һәм нәтижеде өзбек ханы өзінің масақланған құрметін тіклемекші һәм дұшпан қырғынын ұйымластырмақшы еді. Мырза Мұхаммед Хайдардың жазуына қарағанда, Шайбани ханның Амир Камбар, Амир Рой сияқлы ләшкер басылары ханға қорғаннан шықпауды және бір күн сабыр етілсе Убайдулла Сұлтан һәм Тимур сұлтанлар жетіп келуін, олардың Марфқа бір фарсақ жақын қалғаны һәм һәр бірінде 20 000 әскер бар екенін айтып, бір-екі күн ішінде Иран армиясының хақиқи жағдайы мәлім болуын айтқан. Сонда Шайбани хан Исмаил менен болатығын ұрыс иман үшін болатығын үлкен сауаш болып табылады. Осының менен бірге бұл ұрыс үлкен олжа да алып келеді. Бұл дүние үшін да, ақырет үшін да пайдалы һәм мәпілі іске басқа сұлтанларды араластыруға қажет жоқ. Мәртлерше болу керек деп ләшкер басыларына қорғаннан шығуға қатаң бұйрық берген. Исмаил Сафави амирлерден Амирбек Мусуллуға 300 атлы әскерменен Махмудабадқа алып баратығын Мұрғаптағы көпірде дұшпанды күтуді бұйырған һәм ол Тикарға күшлер менен талықтан қорған тәрепке жол алған. Шайбани хан Исмаил Сафавидің жоғарыда тілге алынған хатын қабыл етіп, Исмаилдің елшісін қамауға алынуын бұйырып, Шах Исмаилдің қиялы шегінуіне алданып, әскерлері менен Марф қорғанынан шығып, Сафавилер менен ұрысқа кірісті. Исмаил Сафавидің режесіне бола көпір қасында қалдырылған Амирбек Мавсуллудың әскерлері қашып кетуі һәм өздерін қашқынлардай көрсетуі, сондай-ақ өзбек әскерлері көпірден өтіп кетуі керек еді. Шайбани хан Сафавилердің авангард әскерлері олар менен ұрыспай атырғанын көрді һәм Марфтан арқада қалдырылған Мұрғапқа баратығын көпірдің уайран болғанын. Сондай-ақ Сафавилер әскерлері өзбеклер үшін апатшылықлы болған шеңберді жауып қойғанын көріп, ол Исмаил Сафавидің әскерлерінің тактикасының құрбаны болғанын аңлады. Шайбанилердің шеп һәм оң қанатының басшылары Джон Вафа Мырза һәм Канбарбек hüjumге асықты. Иран әскерлерінің қаптал тәрепін адымменен қысып шығарды. Бұл ұрыс хақындағы салыстырмалы толық мағлұмат Хандамирдің Хабиб Ус-Сияр һәм Мұхаммед Хайдардың тарихи Рашиди төретпелерінде келтірілген һәм олардың анализі Шайбани ханның жеңілісіне төмендегі факторлар себеп болғанын көрсетеді. Біріншіден, 1509 жылғы қазақ ханлығына қарсы соңғы көрілмеген не жеңіс, не жеңіліске алып келген нәтижесіз жүріс. Хорасан һәм Иранның арқа шығыс аймақларына жүріслер нәтижесінде әскерлердің рухияты түсіп, талғуы һәмде қыз жақынласуы менен оларға рұқсат беріп жібергенлігі. Екіншіден, Марф қамалы уақытында Исмаил Сафавидің хилесіне ұшып, әскерлерді қорғаннан шығарып, дұшпан артынан қуып кетуі. Жолда түс келген Исмаил елшісінің ол Иранға қайтып баратырғанлығы хақындағы натура хабарына сеніп түсуі Шайбани ханның кескін харекетіне себеп болған.
Үшіншіден, тікелей ұрыс уақытында әскери хилелерге алданғанлығы. Біріншіден, Иран әскерлерінің арқа тарапында 2-3 қатар түйелер дізілген болып, Мұхаммед Шайбани төбеліктен тұрып қарсылас әскерлердің артындағы түйелерді көрген, бірақ оларға ітібар бермеген. Тек арынан Шах Исмаил түйелер артына ең сайланды атлыларды жайластырған еді. Екіншіден, ұрыс баслануыменен Иран әскерлерінің орай бөлегі аз-маз ұрысқандай болып шегінуге түседі. Шайбани әскерлерінің орай болса оларды қуып, олжа алуды баслап жібереді. Сондай жағдайда түйелер қатары артындағы Иран атлылары хүжімге өтіп, Мауреннахр ләшкерлерінің қанат бөлімлерін тарқатып жіберіп, ішке қарай кіріп барады һәм Шайбани әскерлерінің орай бөлегін қоршауға алады. Арқада тұрған Шайбани хан болса тек арғы әскерлерінен ажыралып қалып, қашуға мәжбүр болады. Сол дәуір тарихшылары Ғиясуддин хан Дамир һәм Мұхаммед ибн Араб қадағанлар бұл ұсулды қашып ұрысу деп атайды. Шайбани хан әскерлері жеңіліске ұшырап, өзбек әскерлері қар тарапқа тарқап кеткеннен кейін Исмаил Сафавиге жақын адамлар Шайбани ханды ізлей бастаған. Шайбани хан 500 арнаулы әскерлері һәм қызметкерлері менен Қызылбасылар қуғынынан қашып бір шарбақта жасырынған. Хан Дамирдің Хабиб ус-Сияр шығармасында келтірілуіне қарағанда, бақ ішінен сыртқа шығуға жер таба алмай қалып, сол тикарда шах амирлерінен Мұрын сұлтан басшылығындағы бір топар қызылбасылар бағы қоршап алып, өзбеклер үстіне оқлар жауынын жаудырған. Өзбеклер оқ жауынынан бір-бірінің үстіне құлап, көпшілігі атлар тұяғының астында қайтыс болған. Айрымлары болса өлген шеріклерінің өлігінің үстіне асылып, бақ диуалының үстіне шығып алар, бірақ оларды қызылбасылардың қылышына дұс келер еді. Ұрыс майданында қалған барлық өзбеклер набыт етілгеннен соң, набыт болғанлар арасынан Мұхаммед Шайбани ханды оны сол бақтың ішіндегі өлі денелер астынан табады. Хан өз үстіне құлап түскен қашқынлар астында қалып, демі қысылғанынан жан үзілген еді. Олар оның басын денесінен алып жеңіске еріскен шахтың алдына барып, аяғы астына таслайды. Джалалиддин Махмуд, Муизиддин Хусайын, Джон Вафа Мырза, Қанбарбек сияқты өлкенің көплеген әскери саркардалары Марв қасында қолға алынып өлтірілген. Ақсан ат-Таварих шығармасының мағлұматларына бола, бұл ұрыста Шайбани ханның 10 мыңнан аслам тариптарлары өлтірілген. Ауламарой Сафави шығармасында жазылуынша болса, 400 Чингизи сұлтанлар өлтірілген. Мұхаммед Хайдар Мырзаның жазуына қарағанда, ол тарихта армиядағы барлық ләшкербасы өлтірілген, бұндай ұрысты ешқашан естпеген. Шах Исмаил баспалынған байлық һәм мүлікті әскери командирлер һәм әскерлер арасында бөлістіріп, өз армиясын материалдық тәмелеу менен байланысты машқалаларды жеңілдестірген. Ол Дудабекке Марв үкіметін түзуді бұйырды. Шайбанилердің Марв сауашындағы жеңілісі ауқамласларын, атап айтқанда, Османлы түрік мемлекеті һәм Мазандаран хакімі Бахадыр Рузафсонның ойын жоққа шығарған. Хорасанның жаулап алынуынан кейін Дудабек Марв хакімі. Хусайын Бегдуллах болса Хират хакімі етіп тайынланды. Хорасандағы сот жұмыслары Амир Ғиясуддин Мұхаммедке тапсырылды. Солай етіп, Марв сауашы Хорасандағы жеңіс һәм арқа Иран жерлерінің Шах Исмаил Сафави басқаруына өтуі 16 ғасыр басларында Мауреннахр, Хорасан һәм Хорезмнен ібарат бірден-бір байрақ астына бірлестірілген мемлекетті және 3 бөлекке бөліп жіберді. Хорасан һәм Хорезм аймағы Сафавилер тарапынан Иран мемлекетіне қосып алынды. Нәтижеде бүткіл 16 ғасыр давамында регион Шайбанилер, Сафавилер һәм толық емес Бабурилер, араб шахилер арасындағы күрес кешкен аймаққа айланды. Марв сауашы бұл апуайы әскери соқылғысу емес еді, бәлкім бүткіл бір дәуірдің геосияси һәм діни тең салмақлылығын өзгертіп жіберген шешуші уақия еді. Мұхаммед Шайбани хан һәм Шах Исмаил Сафавидің кері стратегиясы тек қана мемлекет шекараларын емес, ал региондағы күшілердің тең салмақлылығын да өзгертіп жіберген еді. Бұл ұрыстан кейін арқа Иран жерлеріне Сафавилер кіріп келді. Хорасан һәм Хорезмде Сафавилердің қол астына өтті. Құласы тарихтың кескін һәм құрамаллы уақияларынан анық мағлұматларды білгіңіз келсе, Жайхун каналына ағза болуды ұмытпаң. Бізді бақылап баруды дауым етің. Кейінгі саналарда көріскенше саламат болың.